Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, жұмсақ болып жасалатын, құрамына йогурт қосылып жасалатын сметаник дайындаймыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз қамырын жасап аламыз. Сол үшін ұнға ұн қопсытқыш қосып, електен өткіземіз. Електен өткізу маңызды, өйткені електен өткізілген ұнмен қамыр елесеңіз, сіздің ұныңыз үлпілдек, қамырыңыз үлпілдек болып, биік болып көтеріліп шығады. Екінші кезекте бізде сары май, оны біз ұнға аунатып, осылай видеода көрсетілгендей пышақпен тураймыз. Не болмаса үкіштен өткізуге болады. Май мен ұнды осылай біріктіреміз бір-бірімен, және де олардың үстінен шекер қосып, барлығын араластырамыз. Ұн, шекер, май барлығын араластырып болған соң, олардың үстінен жұмыртқа қосамыз. Әрмен қарай бізге тараз керек. Тараздың көмегімен біз қазір йогурт қосамыз. Қамырымызға 50 грамм йогурт, фрутис деп аталатын йогурт 8% болу керек. Майлылығы 8%. Енді осы қамырлардың барлығын біріктіріп, қамыр илейміз. Міне осындай қамыр шығу керек. Енді осы қамырды біз формамызға салып, бортиктарымен формасын, сметаниктің формасын дайындаймыз. Біздің сметаниктің формасы дайын болды. Енді ішіне салатын салмасын дайындағанша біз бұл формамызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Холодильникке салып қоямыз. Бізде салмасына қаймақ керек. Қаймақ 20% болу керек. Қаймақтан 250 грамм таразға тартып аламыз. Біз салмамызға да йогурт қосамыз. Йогурт 8% болу керек. 8%-тан аз болған жағдайда біздің йогуртымыз іріп кетуі мүмкін. Осы екі қоспаның арасы жақсылап пісіп қату үшін біз кукурузный крахмал қосамыз. Кукурузный крахмал 30 грамм, немесе кукурузный крахмал болмаған жағдайда 20 грамм ұн қосуға болады. Олардың үстінен шекер қосамыз, және де жұмыртқа. Енді миксердің көмегімен барлығын біркелкі сұйық масса пайда болғанша араластырамыз. Мен бұл массаға гелевый бояғыш қостым, гелевый краситель. Бұны қоспасаңыздар да болады. Байқасаңыздар, мен көп қосып қойған сияқтымын, өйткені түсі қатты қызғылт болып кетті. Егер қосатын болсаңыздар, 2 тамшы немесе 3 тамшыдан артық қоспағандарыңыз жөн. Салмамыз дайын болды. Енді холодильниктегі формамызға
құйып 180 градуста қызып тұрған пеште 50 минут пісіріп аламыз. Дайын болған сметанигімізді суытамыз, әбден суы керек. Және де өз қалауларыңызбен бетін әсемдеуге болады. Жеміс-жидектермен, қант ұнтағымен, өздеріңіздің қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Мен ерітілген шоколад пен кокос ұнтақтарымен әсемдеп шықтым. Құрамына йогурт қосылып жасалатын біздің сметанигіміз дайын. Астарыңыз тәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым.